Сәлем достар! Бүгін сіздер 32 және 37 бөлім аралығында тамашалай аласыздар. Бүгін біздер шынайы өмірде ерлі-зайыптылардың телехикаяда жұп болғанын көретін боламыз. Олай болса, ғашықтардың махаббатын бірге тамашалайық. Мажиде Ханданға болған жағдайды айтып, оның сезімі біреулерді қинайды, не істерімді білмеймін деп қиналып отырады. Хандан оған Казымнан қаша берме деп кеңес береді. Ахмет Кокоға келе жатқан Мажиде байқап қалады. Ахмет оған күш көрсетіп, сен маған шабуыл жасадың деп жатқанда Мажиде естіп қалып Кокоға тап береді. Коко болса үнсіз ұзақ тұрады. Ахмет кетіп қалады. Мажиде бәрін түсініп қойып, сен ол қақып кетті ме деп Кокодан сұрайды. Мажиде Кокоға, сен оны біле тұрып маған оның жанына баруыма жол бердің, ештеңе айтпадың деп ренжігенде, Коко Ахмет оны қорқытып бопсалағанын айтады. Мажиде ақша туралы шаруаны да түсініп, сені көргім келмейді деп кетіп қалады. Нини Казымның бөлмесіне келіп жылап жүргенде Жахангир оған Нини ақылға кел деп жоспарын айтады. Ахмет үйге келгенде Сира келіп, Зафер бәрін білгенін айтып, үйден қуып жүргенін жеткізеді. Ахмет ашуланып оны қуа бастайды. Сира оған, ол сені жақсы көрмейді, есіңді жи, сені мен сүйем деп жатырғанда Ахмет оны шашынан сүйреп алып шығады. Бұл көріністі Мажиде көріп қалады. Сира Мажидеге бар шындықты айтып, арқасындағы шрамын көрсетеді. Мажиде оны тастап кетіп қалады. Зафер Сираға келеді. Ол болса жасаған ісіне өкініп кешірім сұраумен болады. Зафер оған мүмкіндік беріп, біз ишектерден кек алу үшін біргеміз дейді. Казым жұмыста отырғанда ауырып қалады. Оны Жахангир құтқарады. Мажиде теңіздің жағасында көз жасына ерік беріп, үйге келіп сараларға оған ғашық екенін жеткізеді. Казым болса інісіне ажырасатын ойын жеткізеді. Мажидеге Нермин звондап кешкі асқа шақырады. Кешкісін Нермин Казымға келіп кешкі асқа барайық деп өтінеді. Олар мейрамханада отырғанда Мажиде оларды көріп қалады. Нини оны үстел басына шақырады. Нини Казымға ажырасуға келісетінін айтады. Мажиде оларға ішіндегісін айтып кетіп қалады. Шермен қызының кешкі асқа кеткеніне ашуланып жүреді. Ахмет Мажидені күтіп алып өз сезімін білдіреді. Ол әрең дегенде одан қашып кетеді. Келесі күні Хандан Казымның өтінішін орындап Мажидені кездесуге алып келеді. Ол кетпек болғанда Казым олмен сөйлескісі келетінін айтады. Ахмет Мажидені торуылдап жүргенде Шермен оны қуып жібереді. Ерин Ахметке звондап Казымның кеңседе жоғын айтады. Ол екеуі бірге деп күдіктенеді. Мажиде қырсығып шығып кетеді. Казым оған келіп, сен сезіміңді айтуға қорқасың деп бар сезімін ақтарады. Мажиде оған ғашық болғанын астарлап жеткізеді. Екеуі солай сырласып тұрғанда Мажиде оны сүйіп алады. Екеуі бақыт құшағында жүреді. Ахмет Ниниге келіп, екеуі бірге оларды тауып керек дегенде, Нермин оған, маған енді не істесе де бәрібір дейді. Берен Жахангир мен Казымның үйіне көшіп келеді. Шермен сол бұрынғы әдетіне қайта басып ойынға кіріседі. Кенет оны Жахангир байқап қалады. Шермен оны ешкімге айтпауын өтінеді. Келесі күні Казымға теледидарды қосыңызшы деген хат келеді. Нини ол жерде күйеуі сатқындық жасағанын айтып, эфирге Казым екеуінің суретін көрсетеді. Бұл суретті Сира түсірген екен. Мажиде мен Казым солайша масқара болады. Мажиде автобусқа мініп кетіп қалады. Сира Нерминге жасаған істеріне мәз болып отырады. Мажиде үйге кірмек болғанда оған журналистер сан сауалдарымен шабуылдайды. Казым оның жанына келіп журналистерге кетулерін бұйырады. Мажиде өз-өзіне келе алмай тұрғанда Ахмет келіп, бұл сендердің жоспарларың болды, сен ағамның әдейі жоспары бойынша келдің деп кінәлайды. Ол Мажидені жұлқылап тұрғанда Казым оны құтқарады. Ахмет ағасымен ұрсады. Нерменді басқа да телеарналар эфирге шақырады. Анасы Мажидеге ұрсумен болады. Ол болса, мен ғашық болдым деп шындығын айтады. Казым үйге келіп әйелін іздей бастайды. Берин оған ұрсып жатқанда Казым анасына, мен оны сүйем дейді. Мұны Нермин естіп кіріп келеді. Казым Ниниге барып, Мажидеден кешірім сұрайсың, егер келіспесең дымсыз қаласың дейді. Нини амалсыз келіседі. Ол Мажидеге келіп, Казым мені кешірім сұрауға жіберді деп, оны видеоға эфирге түсіріп тұрады. Ол контент үшін жалынып түрлі әрекеттер жасайды. Зафер мұны Казымға көрсетеді. Сира Ниниге звондап 30 000 адам көргенін жеткізеді. Шермен тағы да Жахангирмен ойынға келеді. Екеуі келісіп іске кіріседі.
Мехмет жолда тоқтайды. Казым Нинеге келіп, қолындағы телефон тартып алып, оны алып кетеді. Шермен ойында жеңіске жетіп отырады. Казым Нинейді бұрынғы үйіне әкеліп, алтын бұйымдарын тартып алып, есепшот карталарын бұғаттағанын айтып, Нинейдің көз жасына қарамастан тастап кетеді. Ол жақын жердегі дүкенге білезігін ақшаға айырбастап, бір бөлмені жалға алады. Берен Сараға звондап, Мәжиде көзімізге көрінбесін деп ескертеді. Сара бұны Мәжидеге жеткізеді. Кенет оларға Казым келіп, Мәжидеден кешірім сұрамақ болғанда, ол оны тыңдамастан кетіп қалады. Казым анасына Нинейді бұрынғы үйіне тастағанын айтып, ештеңеге қарамастан Мәжидемен бірге болам дейді. Жиһангер Шерменмен хат алмасады. Берен үйдегі жағдайды уайымдап отырады. Нермен Казымның кеңсесіне келгенде оны күзетші ішке кіргізбейді. Казым келгенде Нине оған дегеніңді істеймін, үйге қайтар деп жалынады. Казым оны тыңдамастан кетіп қалады. Нине амалсыз Ахметке келеді. Ол оған мен Мәжидені саған қайтарамын, сөз беремін дейді. Келесі күні Казым кеңсеге келгенде партия мүшелері оған желідегі суреттер жалған, мен отбасымен біргемін деп айтуың керек дейді. Ол шарасыз келіседі. Казым эфирге шығып, төрағалар берген баяндаманы жыртып тастап шындығын айтады. Ол Мәжидені сүйетін жеткізеді. Мұны Мәжиде көріп қуанып қалады. Осылайша Казым партиядан бас тартады. Мәжиде болса қуанышы көкке сыймай Казымға келеді. Екеуі сезімдерін білдіреді. Жиһангер Шерменге звондап туған күніне шақырады. Нине Ахметке бүгін Жиһангер туған күнін тойлайды. Оған Казым Мәжидені апарады. Жиһангер бәрімізге өз бейнесімен маска киюді ұсынады. Мен де сол жерге барамын. Сол кезде сен Мәжидені сүйіп аласың. Мен болсам суретке түсіремін деп жоспарын айтады. Жиһангер туған күн кешін ұйымдастырады. Шермен де қызымен бірге баруды ойлайды. Нине Сараға звондап өз жоспарын айтады. Кенет Мәжиде Казыммен бірге келеді. Берен Мәжидені шақырып, айтқан сөздеріне кешірім сұрап, екеуіне бақыт тілейді. Жиһангер Казымды ортаға шақырады. Мәжиде ішке кіруді ойлайды. Сол кезде Нермен мен Сара жоспарларына кіріседі. Мәжиде дәртханада тұрғанда 2 минуттан кейін бассейннің жанында күтем деген хат көреді. Ол оны жазған Казым деп ойлап, сол жерге барғанда Ахметті көреді.